Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бауырдан жасалған торт жасаймыз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бізге керегі пияз 300 грамм өткізгіштен өткіземіз. Картоп 400 грамм. Чеснок 5 штук. Жақсылап барлығын араластырып өткізгіштен өткіземіз. Бауыр 600 грамм өткіземіз де. Жақсылап барлығын араластырып алып, 3 жұмыртқа қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. $500 грамм сүт. Жақсылап араластырамыз. Сода 0,5 чай қасық. Тұз, бұрыш, дәм тұзына қарап қосып араластырамыз. Ұн 300 грамм қосамыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Ұнның барлығы сұйық массамен араластырылуы қажет. Жақсылап араластырып аламыз. Өте қатты сұйық болса, кішкене тағы ұн қоссаңыздар болады. Жақсылап тұрып тағы да араластырып аламыз. Ұн бүкіл сұйықтыққа жағылуы қажет. Мінекей біздің бауырымыз дайын. Енді қызып тұрған майға блинчик тәріздес қылып пісіріп аламыз да, екі жағын 2 минуттан пісіріп аламыз. Ішіне салатын начинкамызды жасаймыз. Қызып тұрған майға 1 штук пиязды салып қуырып аламыз. Сосын 0,5 грамм сәбіз жақсылап қуырып аламыз. Тұз, бұрыш, дәм тұзына қарап қосасыздар. Жасыл пияз қосамыз. Қоспасаңыздар да болады. Жақсылап қуырып аламыз. Мінекей енді тортымызды жинаймыз. Майонез 150 грамм майонезға 1 чеснок қосамыз. Осылай бауырды, піскен бауырдың арасына бірінші майонезді жағамыз. Бетіне начинкамызды саламыз. Үстіне тағы да салып, осылай рет-ретімен видеодағыдай жағып шығамыз. Беттің өздеріңіз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мінекей біздің тортымыз дайын, өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонақ келген кезде дастарханның сәнін келтіреді. Және де осы пирог торттан және де рулет жасауымызға да болады. Майонез жақпай тұрып, ішіне начинкамызды салып, майонез жағып, осылай орап рулет сияқты жасасаңыздар болады. Өте керемет, күнделікті асқа жесеңіздер де болады. Сіздермен болған мен Ұлбосын. Сіздермен тағы да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.